5 тарау ажал аузында. Егер ақталған Маутбаев бұрынғы қызметіне баратын болса, мен Ташкент институтындағы оқуыма оралмаған болар ем. Абақтыдан шыққан ол әуелі туған жері Семей облысына барып, күзге дейін елін аралайды да, одан кейін Қырым, Кавказ жағына саяхатқа кетіп, Қызылордаға жылдың аяғында келеді-мыс деген хабар естілді. Сонша ұзақ және алыс жүріске ақшасы қалай жетеді деген біреулерге, сенімен мен деп отырмысың оны, еңбекақымен ғана күн көретін деп жауап береді. Білемін дейтін адам бір пьесасында бәйге беріліп, гонорарын қосқанда 15 мың сом алатын бопты. Одан басқа өз жазғаны бар, аударғаны бар, 4 кітабы басылатын боп, оларға 80 мың сомдай алады екен. Мұншама ақша бір саяхат түгіл 10 саяхаттан да артылып қалар. Онда дұрыс деседі жұрт. Аз күннен кейін Маутбаевтың жүріп кеткенде хабары естілді. Содан кейін мен Ташкенттегі оқуыма аттандым. Оған бармағанда қайда барам? Оқу дағдылы қалпымен жүріп жатты. Күздігіні институттың директоры боп, маған бір таныс адам келді. Мен оны сыртынан жақсы білем. Ескі Қазақстанның тұсында оңшыл, ұлтшыл атанып жүретін ол, басқарушылық қызметке көтеріле алмайтын. Кейін Түркістандағы қазақтар ескі Қазақстанға қосылып, орталық Орынбордан Қызылордаға көшкенде қызмет жағынан жоғарылап, әрі еңбекші қазақ газетінің редакторы, әрі оқу жұмысының республикалық комиссары болған. Осы қызметінде республика басшыларының ең үлкендерінің бірі саналып жүрген ол, осы 1926 жылдың көктемінде өлкелік партия комитетінің пленумінде оңшылдық, ұлтшылдық пікірлері үшін қатты соққы жеген. Содан кейін бағасы түскен ол енді Ташкент институтына жіберіліпті. Біздің елдің бір сопысы менің атымды шайтанның бәрі де біледі деген екен. Сол айтқандай, директорды мен білгенмен, ол мені білмейтін шығар деп жүрсем, институттағы кабинетіне кіре қалған бір шағымда кім екенімді айтты да берді. Қайда не айтып жүретініңді, әсіресе Маутбаев сотында не айтқанымды жақсы білем деді ол. Бірақ бұның бәрі босқа терлеу сияқты. Совет өкіметіне сен сияқты әрі байдың, әрі контрреволюционердің баласы дәрі емес. Керекті кезінде сені ақымақтандырып пайдаланады да, керексіз кезінде лақтырады да тастайды. Ертең онысы институтқа тазалау жүрсінші, ең алдымен сенің жасың. Сонда не қыл дейсіз маған? Еш нәрседе қыл демеймін. Бұған дейінгі тентектік істерің бойыңа құт. Енді оның бәрін қойда ынтаңды оқуға сал. Тек жүрген тоғы жүреді дейді қазақ. Үндемеген үйдей пәледен құтылады дейді. Артыңда тегін жаттық қоңырауың саудырлап жүріп, белсенділік жасаймын дегенді қой енді. Одан кейінде бірталай өнеге айтқан Садуақасовтың сөзін бөлген жоқпын. Несіне бөлем? Өзге таласатындарымды жеңіп, енді осы ғана қалып па? Сөзіне мен ешбір реакция жасамай, басымды салбыратып, үн-түнсіз отырып алғаннан кейін айта беруге жалықты ма, әлде айта сөзі бітіп қалды ма? Не шаруаң бар еді деп сұрады Садуақасов, өнеге сөздерін айтып болғаннан кейін. Ешбір шаруам жоқ. Ендеше неге келдің? Жай сізбен дидарласайын деп. Мақұл, бар онда, деді Садуақасов, маған көп мағыналы көзмен қарап қойып. Тұрып жөнеле берген маған, әлгі айтқандарды ескер деді ол. Мен оған қарамай да, үндемей де шығып кеттім. Одан кейін көңіл қойғаным оқу ғана. Өткен сабақ жылының кезінде мен мектепте шығатын Қабырға газетінің ісіне араласып, материалдарын редакциялауға, құрастыруға коллегия мүшелеріне жәрдем беретін ем. Өзіме де ара-тұра әңгімелер, сықақтар, өлеңдер жазатын ем. Биылғы оқу маусымы бастала, ол жұмысты доғардым. Редакцияның шақыруына бармағаннан кейін партком шақырып, коллегияға мүше болуымды ұсынып еді, оқуды сылтау қылып ризаласпадым. Өткен жыл институт қабырғасында әдебиет үйірмесі құрылып, оған Алқа деген ат қойылып, қыстай қызмет атқарып шыққан. Одан бұрын білетінім, Қазақстан жазушылары екі ұдай боп айтысып, бір жүйесі Қазақстан пролетариат және қара шаруа жазушылары деген ұйым құрамыз. Оған совет тілегіндегі жазушыларды ғана мүше ғып, ұлтшылдарды алмаймыз деген. Ал екінші жүйесі Қазақта тап жоқ, ендеше таптық әдебиетте жоқ, және болмайды да. Олай болса, ұлтшыл я ұлтшыл емес демей, аты қазақ жазушыны да ала берейік деген. Бастапқы жүйесі 1926 жылы июнь айының
басында Қызылорда қаласында қаз АПП деген атпен ұйым құрылғанын жариялап, Жау құсы атты альманах шығарып, қызметіне кірісе бастаған. Ал алқа деп аталамыз деген ұлтшылдар ұйымдарын ресми түрде жарияламаған. Бірақ Ташкентте шығатын Шолпан және Сана журналдарын әлі де ықпалынан шығармай, советтік құрылысқа қарсы шығармаларын бастыра берген. Біздің институтта құрылған алқа атты үйірме сол ұлтшыл жазушылардың жиналатын, пікір алысатын, іс-әрекетін белгілейтін орны болған. Белсендісі саналмағанмен, мен де өткен қыс үйірме жиналысына үздіксіз қатынасандардың бірімін де. Биыл оған араласуды да қойдым. Тартқысы келгендерге сабағымды сылтау қылдым. Сабақпен жақсы шұғылданып жүрген күндерімнің біреуінде бәтестен хат кеп қалды. Оның мүсәпірмен бірге келуіне іштей аздап ренжігенмен оқуға орналастым, жатақханаға кірдім деген сөзі көңілімді күншітті. Бірақ мен оған жауап жазбадым. Сондағы ойым, несіне жалпақтаймын, каникулға дейін шыдайын, оған дейін ау жайын байқаңқырай түсейін. Егер кінәсін мойнына алуына көзім жетсе, каникулда барып табысайын. Аздан кейін бәтестен екінші хат келді. Одан кейін үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші хаттар келді де, солардың ешқайсына жауап бермеуінен болу керек, хат деген доғарылды. Мұнысын өкпелеуіне жорыдым. Сонда жауап бермей, кейбір күндері өзімді өзім зорлап қаламымды қолыма алсам, кежегем кейін тартты да тұрды. Бірақ өзім жазбағанмен бәтестің хатын сағынуға айналдым. Әлдекімнің үйретуімен, әлде өзі білді ме, ол маған деген бірінші хатын ғана институт атына жолдап, осыдан кейін давастырабавение ғып жазам деп Ташкенттің үлкен почтасына жіберетін еді. Ондай хаттардың алғашқыларын сирегірек барып алатын ем. Бәтестен хат келмегелі, Құдайдың құтты күні почтаға барам. Кей күні әлденеше рет барам, бірақ хат жоқ. Менің ата-бабамда ерегеспе ауруы сияқты бір әдет болған. Қыңырайған жағынан түзелмеу, жатқан жағынан тұрмау, аталарының көбінің салды екен. 5-ші атамыз Қисық деген кісі атын әкесі тауып қойғандай сұмдық қисық болған деседі. Бірнеше мысал. Бірінші, Қисық қаршыға салынбас адам екен дейді. Бір жазда қаршыға салып жүріп танымайтын елдің тұсына бара қалса, қалың жиын жапа-тармағай төбелесіп жатыр екен. Жанжал құмар төбелескіш Қисық қолдағы қаршығасын лақтырып жіберіп, атын борбайлай төбелескен топқа кіріп кетеді де, кез келгенін қамшымен осқылап сабай береді. Таяқ жегендер мынауың кім десе ешкім білмейді. Ендеше бұл неге төбелесіп жүр деп жұрт оған шабыла кетеді. Қалың көпшілікпен шартта-шұрт төбелесіп жатқан шағында артында қалған жолдастары келіп айырайын десе, ойбай, айырмаңдар, желіні қиыңдар деп айқай сапты Қисық. Жолдастары неге десе, төбелес әлі қызған жоқ, желіні қиса ғана қызады депті. Екінші, Сары қопаның жағасында пішеншілер шөп шауып жатады. Ол кезде сіріңке деген болмайды екенде, жұрт отты шақпақ таспен тұтатып, шаласын қоламдаға көміп қояды екен. Пішеншілер де сөйтеді екен. Бір күні Қисық от жағайын десе, көмген шаласы сөніп қапты. Ол алысырақта жатқан пішеншілер қосына, астына аға байталын мініп от алуға барса, әлдекімдер қоламдадан шала алып беріп, мұны қолыңа алатын шығарсың депті. Енді қанжығама байлайды деп бердің депті Қисық. Анау, тәйірі, сен қанжығаңа шала байлай алушы едің деп қалжыңдаса, құйрық ерегісе кетіп, байласа қайтесің депті. Ерегескен Қисық анау енді байламаймын десе де зорлап байлатып, бүйіріне ыстық шала басылған ала байтал өкіріп туласа, ала байтал ақылың болса көлге шап деген екен. Үшінші, күздігіні судың беті қатқан шақта Сары қопаның арғы бетіндегі ауылдан бір адам өледі де, жаназасында біздің ауылды да шақырады. Соған Қисық та бармақ боп, атын ерттеп көпшілікпен бірге шыққанда біреу, шіркін, осы көлді айналып жүргенше төтесімен тартар ма еді депті. Екінші біреу, көк мөңмек мұздың үстімен қалай төте жүресің десе, Қисық, жүрсе несі бар депті. Осыған тағы да ерегескенде Қисық, ендеше мен кеттім деп тақыр мұздың үстінен тарта жөнеледі. Тағасы зат тайғанақтап отырып көл ортасына жақындап барады да тайып жығылып тұра алмай қояды. Атының тұруынан күде жүзген Қисық құлаған қалпында тастап кетеді де жаназалы ауылға жаяу барады. Ол жеткенше жаназа өтіп кетеді. Сонда жұрт атын қайда десе, мықты келді, осал қалды деген екен. Қисықтың осылар сияқты қисықтық мінездерін түгел тізсе бір кітап боларлық.
Ақыры оның түбіне осы қисықтығы жетіп, қартайған шағында күздігүні киіз үйдің ішіне маздады жаққан отқа арқасын қыздырып жатса, үстіне қып-қызыл шоқ ұшып түсіпті. Анадай жерде жұмыс істеп жүрген келіні ата шоқ түсті десе, көріп тұрып алып тастамады деп келініне ерегесіп, күйдірген шоққа шыдап жата берсе керек. Қисекең жарықтық сол күйіктен өлді деген сөз бар. Аталарымның қисықтығын еске алып отырған себебім, солардың ерегеспе ауруы маған да жұғып, қисайған жағымнан түзелмейтіндігім бар. Осы ауруымды өзге түгіл өзімде көріп, басында арындағанмен, артынан ақылыма келе, неге сөйттім деп өкінетіндігім де бар. Бірақ қанша өкінгеніммен, ауру қалса да әдет қалмайды дегендей, өз көзіме бадырайып тұрған бұл кемшілігімді жоя алмай-ақ келем. Ерегеспе ауруымды есіме алып отырған себебім, бәтестің елде ермей қалуына ерегескен көңілім бұл жайда талай ойланып, әсіресе Қызылордаға келген онан хаттар жауа бастаған шақта ойланып, жауап бермеуімнің дұрыс емес екенін біле тұра, бұл күнәма іштей мойындай тұра, қолыма қалам мен қағазды ала тұра, ал жазайын дегенде кежегемнен кейін тартады да қалады. Бұл қисықтығымды түзеуге күшім келмеуін көргенде, айыпты өзім емес, қалам мен қағаз сияқтанып, талай қаламды быт-шытын шығарып сындырам. Талай қағаздың күл паршасын шығарып жыртам. Сонда да өзімді өзім хатқа мойындата алмаймын. Уа, құрып қал сен, құрып қалғыр ерегеспе ауру. Бұл ауруым бәтестен хат келуі доғарылған шақта да жазылмай-ақ қойды. Хат келмеуін өкпелеуіне жорып, және онысын дұрыс көріп, қағаз бен қаламды тағы да талай рет қолға алғаныммен, атаңа лағнат ерегеспе ауру, қояншықтай қылғындырып буады да тастайды. Өзімді қанша зорлағаныммен, кейде бәтес, бота, ақбота деген сөздерді қағазға еркімнен тыс қондырғанмен, оған дейін бәтеске не жазарым басымда сайрап тұрғанмен, жазуға кіріспек болғанда бар сөзім бет-бетімен бытырап қашады да, бірде біреуі маңайына жолатпай қояды. Бұныма қанша қынжылып қиналғаныммен, игеруге әлім келмейтініне көзім жеткеннен кейін, каникулға барғанда сырды түгел ақтарысып түсінесерміз деймін де қоям. Бірақ өйтуге тағдыр жазбады. Каникул жақындап қалған шақта қолыма сұмдық бір хат кеп түсті. Оның маған жатақханада ұзынша столдың төңірегінде жолдастарыммен сабағымды пысықтап отырған шағымда почтальон әкеліп берді. Былтырғы қыста маған келетін хаттар көп болушы еді. Әсіресе үйімнен жұма сайын хат келетін. Тағы басқалардан да келіп жататын. Биылғы оқу басталғалы бәтестен басқа кісіден хат келуі доғарылған. Сондай жағдайда мына хаттың келуі және конвертінде жазылған адреске қарағанда қолжазбасы таныс емес біреудің келуі және конверттің төменгі жағында хат жазған адамның адресі болмауы мені таңғалдырды да, хатты әуелі қасыма қойып, серіктерім кімнен екен дей берген соң жалқаулана аштым. Бүркіт деп басталыпты хат. Бұны саған жазып отырған адамды сен танымайсың. Ал ол сені өте жақсы таниды және саған өте тілектес адам. Осы адам саған аса көңілсіздік туғызатын бір жайтты хабарлағалы отыр. Жүрегім әлденеге зырқ ете қалды да, жазған атымның атын көрейін деп хаттың аяғына қарасам, жанашырың депті де қойыпты. Басқа аты жөні жоқ. Хаттың жазылған күні 1926 жыл 17 декабрь. Қай қаладан жазылғаны белгісіз. Конверттің сыртына қарасам, Қызылорда почтасының штампы тұр. Ондағы дата 18-12-1926. Хат менің қолымда 20 декабрьде келіп тұр. Хаттың іші сыртын осылай аударыстыра бастауыма мән бергендей маған қарай қалған мектептестерім. Не хат екен бүркіт десті шуласып. Жай хат емес қой десті олар. Оқи бастағанда бейғам отырып, тоқтаған жерде кескінің құл болып кетті ғой. Бұл сөздерге жауап берместен хатты әр қарай оқуға оңтайланған шағымда дауыстап оқшы өзін деп шуласты серіктестерім. Мен оны тыңдамай хаттың ілгергі сөздерін сыдырта оқи бастадым да, бір тұсында не дейді деп ақырып қалған дауыспен ұшып түрегеп, хатты тастай беріп, оң қолымның бар пәрменімен столды салып кеп жібердім. Тағы да сөйтуге қолымды көтере берген болуым керек. Бүркіт, саған не болды деп қасымдағы біреу қолыма жармаса кетті. Қарулы қолыма оның не болмауына көздері жетті ме, әлде оларда ребетейсіз айқайыммен қимауыма шошынып қалды ма. Бірнеше серіктерім анау студентке бой бермей столды ұрмақ болған мені қоршап құшақтай алысты.
жібер деппін мен бар даусымен айқайсап. Мені жынданды үй үшін бүлдірер деп санады ма немене. Бұлқынған қалпымда көп адам күштеп орныма әлеңдегенде отырғызды. Сонда ғана халімді түсінгенде болған маған бүркіт, не болды саған? Есіңнен адаса жаздадың ғой сен. Келші ақылыңа десті серіктерін шуласып. Аздап болса да есім кіргенін көргенде болған олардың кейбірі маған нехат өзі деп еді, нехат екенін айтуға күші болып отырма деді біреуі. Одан да егер рұқсат етсе өзіміз оқиық. Босатыңдар, дедім мен әлі де құшақтап отырған серіктеріме. Есім дұрысталды. Олар босатты. Хатты оқуларыңа рұқсат. Біреуі жылдамдатып оқи бастады. Бүркіт, бұны жазып отырған адамды сен танымайсың, ал ол сені өте жақсы таниды, және саған өте тілектес адам. Осы адам саған аса көңілсіздік туғызатын бір жайтты хабарлағалы отыр. Оқушының өзі де хаттың осы тұсында шоши бастаған кескін көрсетіп, ар жағын оқиын ба жоқ па дегендей маған қарап еді. Оқи бер дедім сазарған кескінмен. Оқушы жалғастыра бастады. Бәтес деген қызды сүйгеніңді бүкіл жұртта біледі. Мен де білем. Ол жайда басыңнан өткерген халден де мәліметіміз бар. Ел аузында осынша аңыз болған қыз Қызылордаға оқуға келіпті мыс деген хабар естілгенде қандай қыз екен бұл деп көруге құмартып, жұртта мен де қырылып қала жаздадық. Ақыры іздеп барып көрсем, қырып кетерлік сұлулығы жоқ, бір сыдырғы кескіні ғана бар, көркемше ғана қыз екен. Сипатталып отырған қызға көңілі толмады ма, әлде менің жай күйімді байқағысы келді ме? Рас па осындай қыз екені деді маған оқушы. Оқи бер. Сол қыз Қызылорданың педагогикалық институтына түсті дейді оқушы хатты жалғастырып. Бәріміз де оған қуандық. Сұлу емес, сүйген сұлу деген. Өзі сүйсе біздің не ақымыз бар дестік. Екеуі де бірдей оқып қажетті білім ап қосылса тіпті жақсы болады дедік. Дұрыс қой олай ойлауы десті серіктерім. Әрі қарай оқы дедім мен. Аты шыққан адамға жұрт көзінің түсімпаздығы, құлағының түріктігі қандай? Бізде сөйтіп көрмеген шақта көрдім деген кісілерден қалай жүр екен сол қыз деп сұрастырсақ, тамаша, ақылды және әдепті қыз екен. Өзі зерек екен. Оқуды жақсы әкетіп барады деседі. Ал көрген шақта байқасақ, сипаттаушының сөздері рас. Соған қарап біз бүркіт ақылды жігіт болып өсіп келеді. Жар болар қызын таңдай білген екен. Тек аман сау қосылуға аяқта деп тілейміз. Хаттың сөздері әзірге жақсы ғой десті серіктерім. Әрі қарай оқы дедім мен қалың дауыспен. Ол дауысымнан жаман сөзі енді келер болар ма дегендей серіктерім тын бола қалды. Сондай дәмеде жүрген шағымызда деп жалғастырды хатты оқушы. Құлағымызға ойбай жаман қыз екен деген сөз шалына қалды. Неге десек, бұзылған қыз екен. Қайда үйренгенін кім білсін, ішкіш қыз екен деседі. Сұмдық жаңа басталды ғой десті студенттер. Ар жағын оқымасақ қайтеді? Жоқ, оқыңдар, тыңдаңдар дедім мен. Менен енді жатқылық шығар деп қорықпаңдар. Мен ақылыма келіп болдым. Өздерің қалай тыңдасаңдар, мен де қазір солай тыңдаймын. Ендеше оқы десті студенттер. Бекер болар деп бұл сөзге нанбай жүрген шағымда бір адамның өз көзімен көрген сұмдығын естідім. Қала шетінде тұратын әлдекім қонаққа шақырады. Ішінде бәтес те болады. Сонда бәтестің бал сыраны кеселеп сіміргенін көзімен көрген адам айта алмайды. Оның айтатыны, ішкен әйел есінен жаман айырылады екен. Кім көрінгенмен құшақтаса кетіп, сүйісе бастауы былай тұрсын, аузына келген бұл ауызды сөйлейді екен. Бұнысы болшылы болар десті кейбір студент. Өзі ішетімеді деп сұрады біреулер менен. Хатты аяқта дедім мен оқушыға, аналардың сұрағына жауап бермей. Ол оқыды. Қыздың ол күні қайда кетіп кіммен болғанын анау адам білмейді. Оның білетіні горкомхозда қызмет атқаратын біреу болады екен. Сенің бөлең Мүсәпір Пұсырманов сол үйде пәтерде тұрады екен. Қыз бір күні ішкілікті сол үйге ұйымдастырады да Мүсәпірді мас қып қойнына жатып алады. Мынау не деп кетті десті студенттер ызаланған дауыспен. Дегені сол деді оқушы. Хаттың ар жағына көзін ғана жүгіртіп, ендігі сөздерін өз сөзімен айтып, ақыры қыз сол Мүсәпірді қармағына бір жоға іліктіріп, соның қатыны болған. Тфу, сайқалай деп оқушы хатты лақтырып жіберді. Сұмдығай десті студенттер бір ауыздан. Ұғымды ма деппін мен студенттерге айнала қарап. Ұғымды десті олар. Менің бұл сұрауыма таңғалғандай, енді не болар екен деген кескінмен. Мен орнымнан созыла түрегелдім де аяғымды ақырын сүйрете басқан қимылмен кроватыма барып, етбетімнен сұлап жата кеп, алып кеп жыла.
Кроватымды қоршай тұрағап, басу сөздер айтқан студенттерге көпке дейін жауап бермедім де, біраздан кейін шуларын тоқтатайын деген оймен, достарым дедім, жас шайға бетімді сүртпестен, кескіндеріне қарап. Сендерде менің өтінішім, қашан өзіме келгенше маған жақындамаңдар да үнде қатпаңдар. Дұрыс, десті біреулері. Ақылыңа келгенімді қайдан білеміз? Оны өзім айтам. Бетімді тағы да жастығыма басып, жаттым да қалдым. Бірақ енді жылағанда, өксігенде, қимылдағанда жоқпын. Сыбырлап сөйлескен студенттер бұнымды дамылдауыма, біраздан кейін ұйықтауыма жорыды. Мазаламайық деп келісті олар сыбырмен. Тыныштығын бұзбайық, ұйықтасын, тынықсын, айтар ақылымызды содан кейін айтайық. Бірақ бұны бақылауымыз керек, деді біреуі. Ол мені ұйықтап қалды деген болу керек. Сөздерін ақырын дауыспен сыбырсыз айтты. Жазым болып жүруі мүмкін осы жігіттің. Сыбырласа сөйлескен студенттер тынығып тұрғанға дейін мені екеу болып күзетуге ұйғарысты. Мен үн-түнсіз қимылсыз жатырмын, бірақ ұйқым келер емес. Басында не істеу керек деген ой бұрқанып жатыр. Қимылдамайтын себебім сапырылған ойдан тиянақ табылма, серіктерім бөгет жасар деп қауіптенем. Сол ойда жатып, сыбдыр-сыбыстарға құлақ түрсем, әлгінде кешкіре бастаған күн енді іңірге айналып, жарты жылдық оқудың жауабын дайындаумен басы қатып жүрген студенттердің көпшілігі дамылдау жабдығына кірісіп жүр. Олардың кейбіреуі ақырын сабырмен мені ұйықтап қалды деседі де, манағы күзет жабдығын ескертеді. Оған қапа болма деседі біреулері. Әлгі жасаған тізіммен түні бойы кезектесіп күзетеміз. Ертеңге дейін тынығар ол, ақылына да келер. Басқа жайды содан кейін ақылдасармыз. Тағы біраздан кейін бөлме ішіндегі сыбдыр-сыбырда басылды. Сол кезде қимылымды білдірмей қарасам, жатқандардың бәрі шырт ұйқыда сияқты. Стол басында араларында қойған керосин лампасының жарығын өздеріне ғана түсіріп, өзге жағын қара түсті қағазбен көлеңкелеп, қарама-қарсы екі студент үн-түнсіз қимылсыз сабақтарын қарап отыр. Әлден уақытта есікті сықырсыз ақырын ашып, аяқтарын тықырсыз ақырын басып біреу кіре берді. Көзімнің қиығын қадай қарасам, қимылы әбігер сияқты біреу. Үйге ентелей кіре берген ол, бөлме іші тыныштықта екенін көргеннен кейін есік алдында аз кідірді де, күзеттегі екі жігіт бірдей дыбыстама дегенді білдіргеннен кейін аяқтарын ұштарына басып оларға таянды. Сол кезде кескініне шамнан түскен көмескі сәуледен тани кеттім. Орынборда бір класста бірге оқыған, Ташкент институтына бірге кеп түскен шын сенсер досымның бірі Ақтай Ақылбаев. Тегі менің басыма түскен оқиғаны жаңа ғана естіп жүгіріп келген болу керек. Ентіккен демін зорға алады. Үрейлі кескіні әлем тапырық. Ақырын десті жақындай берген оған. Екі күзетші қосынан сабырлап, неге келгенін айтпай-ақ аңғарғандай боп, әзірге тыныш, ұйықтап жатыр, күзетіп отырмыз. Ойпыр-ай деп келе жатқан Ақтайға жаба аузыңды деген бұйрықтарын екі күзетші өз ауыздарынан, өз қолдарымен басу арқылы білдірді. Оятып ап масқара болармыз деді оған екі күзетшінің бірі. Түн ішінде дүрлігерміз онда. Одан да не де болса таң атқасын көрейік. Мен де отырайын күзетке деді Ақтай, күзетшілердің сөздерін мақұл көргендей. Сен сыр білдірмей отыра алмайсың. Одан да бөлмеңе бар да таң атқанша тынық. Содан кейін кел деді бір күзетші. Ақтай оған жоқ, мен де күзетем деп еді. Бір күзетші сенбеймісің бізге деп ренжіді де, енді біреуі дос десек қаспысың өзің бүркітке, тынышталып жатқан адамның мазасын кетіріп, оянып кетсе обалы саған, онда түзеудің орнында білдіруің мүмкін істі. Оны істегің келмесе бар деп кейеді. Мақұл деді Ақтай, барсам барайын. Бірақ қапы болып жүрмеңдер. Басына түскен оқиғаны жаңа ғана естідім. Жаман жұмыс. Бүркіттің не жамандыққа болса да батылы жетеді. Bir тыңдасам мені тыңдайды ол. Оянғаннан кейін жолығуым керек. Оған дейін қапы болмайық. Айттық қой саған, деді екі күзетші қосарлана сөйлеп. Таң атқанша аман сақтауға біз кепілміз деп. Біз ғана емес, осы бөлмедегі студенттердің бәрі де кепіл. Қапы болмау үшін кезекпен күзетеміз. Тізімі міне. Ақтай тізімді көрді де, мен де қосылсам қайтеді осыған деді. Сенбеймісің бізге, деді екі күзетші қосарлана киіп. Сен дос болғанда біз қасы деймісің? Немене, жоқ жерде өз өрлей қалғаның. Бар дедік қой үйіңе. Ақтай сөзден жеңілгендей барайын деді күзетшілерге. Бірақ мені бүгін ұйқы көреді демеңдер. Осы маңда жүрем де қоям. Ол ықтияр өзінде.
Ақтай аяқтарын сыбдырсыз басқан күйінде шығып кетті. Қиығынан қараған көзім екі күзетшіде. Олар да маған ара-тұра қарап қойып, үн-түнсіз қағаздарына шұқшия түседі. Олардың ойында жаттаған сабағынан басқа не барын қайдан білейін. Ал менің өз ойым талай саққа жүгіріп жатыр. Неге екенін кім білсін, белгісіз адамның хатындағы сөздеріне мен іштей сеніп болдым. Бәтеспен арадағы оқиғаларды, ол оқиғаларға араласқан адамдардың әрекеттерін талдап көрсем, бұл істің аяғы осындай бір сұмдыққа кеп тірелуінде сөз жоқ. Солай болған күнде енді не істеуім керек? Бәтесті өлтіруім керек пе? Мүсәпірді өлтіруім керек пе? Тағы кімді өлтіруім керек? Осы ойлармен басым қатып жатқанда қалғып кетіппін. Сыбдырдан оянсам бөлме іші сәулеленіп қапты. Студенттер күндегі дағдысымен тұрып жатыр. Нақ қасымда Ақтай тұр. Төсегімнен атып тұрдым да оны бас салып көрістім. Студенттердің басу сөздерімен әрең тоқтап, Ақтайдан құшақ жазған шағымда бәрін де естідім, деді Ақтай. Бірақ бұның бәрі шіп-шекі өтірік. Бұл дұшпандарыңның саған жасап жүрген қастықтарының бір бұтағы. Данбасаң барайық Қызылордаға бүгін. Осы сөз өтірік болмады бар ғой, тфу де бетіме. Мақұл, барайық дедім мен. Рас болса да бетіңе түкірмеспін мен. Бірақ күн бұрын айтам. Егер адамда оқиғаны алдын ала сезу қасиетінің бары рас болса, интуитомны түсінуім бойынша осылай екені хақ. Оны бара көрейік. Мақұл. Бізде өткен жарты жылдық сабақтан бірер зачет қалған еді. Оны тапсыруға халім жоғын көрген Ақтай зачеттік книжкемді алды да мұғалімдеріме өтті деген қол қойғызып әкеп берді. Каникул бастала Ақтай екеуміз пойызбен Қызылордаға жүріп кеттік. Онда шетірек, елеусіз пәтерге түсіп, астыртын біліп көрсек бәрі де рас. Көр Ишан аталатын адамға некесін қидырған Бәтес пен Мүсәпір Қарсақ дейтін адамның үйінде пәтерде тұрып жатқан көрінеді. Білемін деген адамдардың айтуынша, бұл жас ерлі-зайыпты адамдар сүйіспендікпен қосылып, тату-тәтті жүріп жатқан жайы бар. Мүсәпір бұрынғы қызметінде, Бәтес оқуында. Бұған да нанғым келмегенмен, өз көзіммен көргім кеп, Ақтайға Қарсақтың үйіне баруды ақылдасып ем. Сен өйтпе, деді ол маған. Қапыда үстінен түсем деп арандап қап жүрме. Бірінші берер ақылым аныққа айналған бұл оқиғаны осымен тындырып, өткенге салауат, қалғанға берекет дегендей тіршілігінің алдағы күндерін рахатын ойласаң қайтеді. Жо, болмайды ол, дедім мен, кесіп айтқан дауыспен. Кімнің айтты екенін анықтамай, мені тынады екен деп ойлама. Одан кейін не істеуді ақылдасуым мүмкін. Оған дейін тыйым сөздер айтпамағын. Айтқанымен тыңдамаймын. Мақұл, деді Ақтай. Екінші берер ақылым ретін тапты, Бәтеске оңаша жолық. Содан кейінгісін тағы да ақылдасармыз. Ол күні ізін қалай қостырғанымен Бәтесті кездестіре алмай-ақ қойдым. Бірдемеге арандап қалама дегендей қайда барсам да Ақтай мені маңайлады да жүрді. Күндіз одан құтыла алмағанымен кешке адастырып кеттім де түнде қараңғы көшелермен ұрланып отырып Қарсақтың үйіне бардым. Түбі торғайлы қол маған танысты. Ескі пәтерінде бірер рет боп дәмінде ішкенім бар. Салып жатырмын деген жаңа үйінде көргенім бар. Қазір ол үйі бітіп, өзі де сонда көшкен екен. Мүсәпір мен Бәтесті де сонда пәтерге кіргізген екен. Айтушылардың сөзіне қарағанда, Қарсақтың өзі ауыз бөлмесінде тұрады да, жаңада үйленгендер төргі бөлмесінде тұрады. Түнде аңдып кеп қарасам, ол сөз рас екен. Мен ол араға түн ортасы жақындаған кезде барғам. Қора ішінде бір талай көлік тұр, тегі жүргіншілердікі болу керек. Шамы жағулы үйдің терезелерінен сығаласам, ауыз бөлмеде бір талай қонақтардың ішінде Қарсақ пен бөдене шай ішіп отыр. Төргі бөлменің перде құрылған терезесінен жағалай сығалап, әрең көрсем, жас келіншектің сәнді жиналған кроватының алдында, басына ақ бөртпе шәлі жамылған қалашалау көйлек киген Бәтес, аузы ашылған үлкен Әбдіреден әлденені алғалы жатқан Мүсәпірдің қасында тұр. Мүсәпір Әбдіреден көгілдір түсті темір қобдишаны суырып алды да, аузындағы кішкене замокты ашып, ішінен бірдемені суырып қалтасына салды. Содан кейін жаппақ болғанда Бәтес қобдишаны көргісі келетін бейне көрсетіп, әлденені айтып қолын созды. Екеуі қобдишаға таласты да Мүсәпір жеңіп Әбдіреге салды. Қос қабаттап салған терезе қалың ба, әлде ақырын сөйлесті ме, олардың не дескенін ести алмадым.
Әбдіренің кілтін мұсапыр бәтеске берді. Бәтес оған өкпелеген кескін көрсетті. Енді не боларын күтіп тұрған шағында мұсапыр кроват алдына құрылған масақананы түсірді де өзі шешініп ішіне кірді. Тұнжыраған бәтес Әбдіре үстіне отырды. Аздан кейін мұсапыр масақанадан шығып, бәтеске ештеңе деместен, қарамастан жарығы көмескілеу электр шамын сөндірді. Жас үйленген жігіттің бұл қылығы маған ерсі көрінді. Сүйісіп қосылғандары осы ма деп ойладым мен ішімнен. Дегенмен бәтес те масақана ішіне кірген болар деп ойлаған шағымда жүрегім қызғаныштан тулап кетті. Не істеуге білмегендей ауыз бөлменің терезесіне барсам, шамы сөніпті. Ол жақтан кіруге болмайды, кісі көп. Жүгіре басып, төргі бөлменің терезесін байқасам, тасқып бекітіп тастаған, қозғалар емес. Шұқылап кіруге қалтамда сайман жоқ. Рақатта деп жорыған жұбайлардың жатқан жеріне дәлдеп-ақ тигізуге болар еді, қалтамда мылтық жоқ. Енді не істеу керек? Таспен я темірмен ұру керек деген ойға келдім де, жан-жақты сипалап іздей бастадым. Ұзақ іздеп қолыма әлдене кесек темірді әрең түсірдім де, терезені сонымен қойып жіберіп, шынысын қиратып, ішіне кірмек боп оңтайлана бердім. Сол кезде қолымды ұстай алған адамнан шошып кетіп бұлқына бастасам, мен Ақтай дейді. Рас, сол. Не істегелі жатырсың дейді ол. Мен шынымды айтсам, осындай ақылсыз бердің сен дейді. Неге десем, мана осы араға сенің ізіңді шала келгенмін дейді ол. Сен мені көрген жоқсың, ал мен сенің барлық қимылыңды да сыртыңда бақылап тұрдым. Терезені сындырғанда не бітіресің? Осында қонып жатқан жұрт сені үйге кіргізе ме? Сәуі сайтан кіре қалсаң, күшің келе ме? Соның бәріне өзіңді жауыңның қолына сонша оңай және арзан түсіріп бергенде не болды? Мен ызаға шыдай алмағанымды айтып ем. Ондай пайдасыз тасырқойлықтың керегі жоқ, деді Ақтай. Болар іс болған соң, енді не істесең де ақылмен істе. Айтқан ақылдау, әуелі бәтеспен сөйлес. Мақұл, дедім мен жеңіліп. Ертеңіне бәтестің ізін аңдысам, тағы да табылмай қойғаным бар емес пе? Енді тіпті жаман ызаландым да, ішке бүккен арамдығымды білдірмеуге бекініп, кешке қарай осы қаланың қызметіне жуық арада келіп орналасқан Нұрбек Қасымовтың пәтеріне бардым. Келерімді күндіз телефонмен хабарлап қойдым. Жанымнан қалмайтын Ақтайға бүгін күдіксіз болайын деген оймен, осындай бір туысым бар еді, қызметі милицияда деп Нұрбектің жайын түсіндірдім де, бүгін кешке үйіне қонаққа шақырған еді. Мен сонда қонам. Барам десең, бірге жүр дедім. Милиционердің үйіне бірге баруға ыңғайсыз көрдім ме, әлде достар оңаша мәжілістессің деп ойлады ма? Рахмет. Мен бармай-ақ қояйын деді де, ондай үйге қонаққа баруыма көзін жеткізгісі келгендей, іңірде пәтеріне дейін апарып салды. Нұрбек есік алдында күтіп тұр екен. Қарсы алған ол, жолдасым еді дегеннен кейін Ақтайға да жүріңіз деп еді, ол жұмысым бар еді дегенді сылтау қылып, рахмет айтты да кетіп қалды. Нұрбектің пәтері қуықтай ғана кішкене бөлме екен. Өзге бөлмелерінде үй иесі және басқа бір пәтершілер тұрады екен. Өткен айда Нұрбектен алған хатымда ол үйлендім деп хабарлаған. Келіншегі ұрып ауызға салғандай мөлдіреген жап-жас біреу. Жеңілтек мінезді Нұрбек, бұл кемпіріме төлейтін қалыңмауын жоғын білесің. Бар берген қалыңым әнім. Әніме еліктім де, алып қаштым деп мақтанады да маған. Қолға түскен ақшасын жұмсап бітіргенше асығатын Нұрбектің дәл осы күндері қолында ақша болмау керек. Сондықтан шайға овощ, жұмыртқа, нан сияқты арзан азықтан жеңілдеу тамақ жасатып, 1 литр арақ қойыпты. Ішкі ниетім бүгін ішуді тілегендіктен көптен бері қойып жүрген арақты закускасыз-ақ біраз аңқытып алдым. Ал іш дей отыра Нұрбек оныма таңданған сияқтанды. Астан кейінгі оның сыйы ән. Шіркін, Нұрбектің ән-ай, не деген тамаша. Бірінен соң бірін айтқан аса нақышты әндерін тыңдап отырғанда, маған барлық сән салтанатымен алдыма бүкіл торғай көшіп келгендей болды. Түннің біраз уақыты еңселгеннен кейін әнді бірге тыңдаған көрші бөлмелердің адамдары ұйқыға бейімделгеннен кейін қонуға бөлмесінің тарлығын айтып, мен Нұрбектен рұқсат алдым. Ол жеңгеңді ортаға ал, құшақтасып бірге жатпаймыз ба деп қылжақтап еді. Мен қылжақсыз байсалды жауап беріп, қонбай кетуіме Нұрбекті көндірдім.
Онда пәтеріңе апарып салайын деп еді. Қайтесің дедім қалжыңдаған боп. Жас жеңгейдің қасынан алып кетуім обалда. Тапаншаның біреуін бере сал, ертең кеңсеңе апарып берейін. Келіншегін шынында да қимады ма, әлде маған сенетіндігін білдіргісі келді ме, біреу көріп қалмасын деген кешіріммен кабурынан суырған наганын ұстата берді. Оны ішкі қалтама салып, сыртқа шыққан Нұрбекпен қоштасып жөнеле бергенде қуанышымда шек болған жоқ. Сол бетіммен тағы да қараңғы көшелерді тасалай отыра, қарсақ үйіне келсем, шамдары сөніп жатып қапты. Қорасын қарасам, кешегі көліктер жоқ. Оның аты қонақтары кетті деген сөз. Құдай берді деппін. Қонақтардың жоғына қонғаннан дауысым шығып кетіпті. Аузымды алақаныммен баса қойып, тағы бір ақтайы торып жүрме деген қауіппен жан-жағыма жалтақтасам, ешкім сезілмейді. Айтпақшы, ұмыт барады екем. Менің бүгінгі ойымның орындалуына табиғаттың да жәрдемдескісі келгендей, мана Нұрбектің үйінен шығарда қатты жел көтеріліп, оның үстіне қар жауып, топырақпен араласқан қарлы боран түтегенде кеткен. Енді терезені ашу маған оп-оңай. Қалтамда күндізден даярлаған тістеуік қышқашым жүр. Жалма-жан төргі бөлменің терезесіне келіп, жақтауға бекіткен шегелерінің кейін тістеуікпен қайырып, кейін суырып, сыртқы қабатын ың-шыңсыз қопардым да алдым. Ішкі қабаты одан да оңай алынды. Содан кейін наганымды қолыма ұстай ақырын жылжып үйдің ішіне түстім де, үйге гуілдеп кірген желді боранға ықтасын болсын деп, терезенің ішкі қабатын орнында сүйей қойдым. Содан кейін бөлме ішіне құлақ тіксем, жалғыз ғана адамның ұйықтаған пысылы сезіледі. Бұл қайсысы? Бәтес пе, мүсәпір ме? Қайсысы болса да екіншісі қайда? Қалтымда кішкентай ғана электрлік фонарым бар еді. Соны қолыма ұстап қараңғы бөлмеде сипап тапқан масахананың етегін ақырын түртіп фонарды жағып көрсем, жалғыз Бәтес қана ұйықтап жатыр. Оның ояна қоймауына көзім жеткеннен кейін мысықтай сыбдырсыз қимылмен кеп, әбдіреннің аузын тістеуікпен ақырын аштым да, кешегі түнде терезеден көрген темір қобдишаны ішінен суырып ап, терезе алдына апарып қойдым. Содан кейін ақырын басып, Бәтестің қасына тағы да жақындап, шамын жаққан фонарды бетіне тоса бергенімде, жастығынан басын жұлып ап, үрейлі кескінмен маған бақырая қалды. Ана бір жылы Орынборда хайуандар паркінде ұзындығы 3 құлаш, жуандығы адамның санындай айдаһардың темір торына кіргізіп жіберген қоянның қорыққанынан қалшылдап ұшып кете жаздаған көрбем. Мынау Бәтестен нақ сол қояндай селкілдеп кетті. Осы халінде сөз айтудың қажеті жоғын көрдім де, кейін дедім оған. Ол жауап берудің орнына басын изеген сияқтанды. Мен ендігі қатерді ауыз бөлмеден күткендей, мылтығымды кезеген қалпымен есік алдына барып тұрдым да, төсегінен тәлтіректей түсе берген Бәтестің киінуіне жағдай жасамақ боп, фонардың жарығын түсірдім. Қысқы жеңіл киімдерін киініп болғанша, буындары дірілдеп, денесі қалшылдаған Бәтес әлденеше рет құлап түсті. Бірақ оған деген рахымым сөніп біткен бе, әлде далаға алып шығуым қажет деп бекінгендіктен бе, мен оған аяушылық та жасаған жоқпын. Жәрдемдескен де жоқпын. Біраздан кейін болдым дегендей ишарат көрсетті ол. Мен ақырын адыммен терезеге келдім де, сүйіп қойған қабатын алып сыртқа шық дегенді ымдадым. Терезеге асылған Бәтес әрі қарай құлап түскен сияқтанды. Мен темір қобдишаны қолыма ұстай сыртқа қарғыдым да, терезенің сыртқы қабатын орнына қойдым. Боран манағыдан да бетер түтеп тұр. Мүсәпір қайда дедім сыртқа шыққан соң еркін сіңгіреген дауыспен. Жолы жылап кетті деді Бәтес те сыртқа суыққа шыға есін жинағандай. Неге болса да шыдадым дегендей ширақ үнмен. Қашан? Бүгін кешке. Қайда? Орал облысына. Пойызбен ме деппін мен. Әрине деді Бәтес бұл сұрауыма таңғалғандай. Қай жеріне кетті ол облыстың? Білмеймін. Қанша уақытқа? Білмеймін. Оны қуып жете алмайтынды көргеннен кейін еркіммен тидім бе оған, еріксіз тидім бе дедім. Қайсысы болса да болған нәрсе ол. Шыныңды айт, әйтпесе ажалым жетті. Одан мен қорықпаймын. Расың ба? Барлық қымбатыммен қарғанам. Ендеше жүр. Қай жаққа дейсің? Сырдарияға қарай. Жолы қайда болушы еді оның? Мен сілтеген жақта. Сілте ендеше. Оңға қарай тарт. Бораны ұйтқыған қараңғы көшемен Бәтес жөнеле берді. Мен наганымды сыртқы қалтама сап, қобдишаны қолыма ұстап соңына түстім. Оңға солға деген екі сөзбен ғана қалай жүруіне команда беріп келе жатып, менің есіме бала кезде көрген бір нәрсе түсіп кетті. Жазды күні Қайрақбай екеуміз бір жақтан салт келе жатыр ек.
Болды, қызық, деді Қайрақбай. Сонау бір сайға марқа қозыны айдап келе жатқан қасқыр түсіп кетті. Қойшы. Рас, табыннан ұрғап қашқан болу керек. Бөлтіріктерінде тірідей апарып табатпақ екен. Бізді көріп бұрылып кетті ғой деймін. Жүр енді, сол қозыны табатпай алып қалуға тырысайық. Апанын қайдан табамыз? Білемін қайда екен. Қайрақбай алдымда, мен артында, екеуміз шаба жөнелдік. Бірер дөңестен өте бергенде әне кетіп барады, деді Қайрақбай. Қолмен нұсқаған жағына қарасам, алдында томпаңдап жортқан қозыны қасқыр айдап барады екен. Мен қызығып кетіп айқай салып жіберіппін. Сонда қасқыр бізге жалт қарады да, қозыны алдыңғы жағынан басып, бөксе жағын арқасында қондырып ап, тоңқалаңдай шапқан қалпымен қалың тобылғылы сайға сіңді де кетті. Қозыға обал жасадың, деді Қайрақбай атының басын іркіп. Неге? Апаны жақын еді. Айқайламасаң бізді көрмес пе еді, қайтер еді. Көрмесе апанына жеткенше бізді екінші саймен алдынан тосар ек. Енді мұны қалың тобылғылы сайдан таптырмайды. Қасқыр расында да таптырмады. Мынау алдымда жүріп келе жатқан бәтес маған қасқырдың айдауында жортып келе жатқан сол тоқты сияқтанып кетті. Ал өз көңілімді байқап қарасам, қазіргі сағатта қасқырдың қараулығынан кем сияқты емес. Бір кезде дария бетіне де шықтық. Оны тоғайдың арылуынан, қараңғыға үйренген көзіме мұздың үсті сияқты тегіс жер көрінуінен, панасыз тұста жел мен боранның үрей түсуінен аңғардым. Ендігі жауыздық ойым қаланың малы су ішетін ойықтың қасына апару да ернеуіне тұрғызып қойып ату, сөйтіп денесін суға ағызып жіберу. Осы ниетімнен қайтпаған қалпыммен кеше ғана 40 кепе аталатын ауылға күндіз барып қайтқанда жолда көрген ұзын және кең ойықтың қасына алып келдім де, тұр мына жерге, дедім бәтеске, бір жерді нұсқап. Бәтес тұрды. Ойықты барып қарасам, қардың үрлесіні жапқан судың беті аязға қабыршықтана қалған екен. Оны өкшеммен теуіп түсірем дегенде, аяғым тайып кетіп, ойыққа өзім кетіп қала жаздап, әрең оңалдым. Мында тұр, дедім бәтеске, ойықтың ернеуін нұсқап, қобдишамды жерге қойып, наганымды қолыма алып. Ойыққа таяна берген бәтеске, тоқта, дедім, тағы. Тоқтады. Шыныңды айтпадың, дедім оған. Тағы бірдеме сұрасам, айтар ма едің? Егер білсем. Білесің. Білсем айтайын. Осы мынау не қылған қобдиша, дедім көтеріп. Қайдам, не екен? Бұл сенің үйіңнің әбдіресінен алынған темір қобдиша, түсі көк. Қойшы, деді бәтес нанбағандай. Рас, әлгінде сен ұйықтап жатқанда алдым әбдіреден. Ондай қобдиша барын қайдан білдің? Кеше түнде терезеңнен сығалап көрдім. Мүсәпір екеуің оған таластыңдар. Рас, деді бәтес. Ал осында не бар? Білмеймін, өтірік айтасың. Валлахи, білмесің неге таласасың мүсәпірмен? Ол менен осы қобдишаға салғандарын жасырады. Кілтін мен таба алмайтын жерге ұстайды. Рас па осының? Барлық қымбатымен ант етем. Сұмдықтың бәрі осының ішінде болмаса игеді деген ой кеп кетті маған. Сол оймен кідіріп қалған маған. Мені бұл араға неге әкелдің, деді бәтес. Атуға. Неге атпайсың ендеше? Ойлануға тура кеп тұр дегенімде. Несі бар ойланатын, деді бәтес. Қай жерде атарымды түсінгендей. Ойықтың ернеуіне қарай артымен жылжып, мен бәрібір өлген кісімін. Ат. Жоқ, бәтес, дей бергенімде аяғы тайып кетті ме, әлде әдейі құлады ма? Бәтес ойыққа шалқасынан құлады. Мылтығымды лақтырып жіберіп тұра ұмтылғанымда қолыма бәтестің аяғының ұшы ғана ілігіп, денесі суға батып кетті. Мен оны судан суырып алдым да, қақалған шашалған күйінде тез шешілетін киімдерін үстінен сыпырып, шешілмейтіндерін күшпен жыртып, өзімнің сыртқы жылы киімдерімді мұздай суға малшынып дірілдеген денесіне кигізе бастадым. Сонда ғана шашалуы тоқтаған бәтес дірілдеген дауыспен тоңудан тісі-тісіне тимей жібер деп бұлқынды қолымнан. Қайда? Кетейін суға. Жоқ, бәтес, жібер. Адам денем қайда жүрсе де мейлі. Адал жаным судың ішінде шықсын. Не дедің, бәтес? Адалмын дедің бе? Енді бәрібір араммын. Ақботам, не деп тұрсың? Босат, өкенім.